Бауыр ластанудың көрсететін негізгі белгілері мынадай. Бас себепсіз жиі ауырады, оң жақ қабырға астынан ауырсыну сезіледі, ішіңіз жиі қатады, тері сарғыш немесе жер түстес бола бастайды, тілдің үстіне қақ тұрады, сондай-ақ көз қарашының айналасы сарғыштана бастайды, кейде жүрек айнып, адамның құсқысы да келеді. Жиі кекіру, іш кебуі, ауыздан темір иісі немесе ащы дәм сезіну де бауырдағы қалыпсыздықтан хабар береді. Бауыры таза емес адам тез шаршайды, көңіл күйі үнемі төмен тартып тұрады. Адам ашуланшақ немесе ұстамсыз болып кетеді. Міне осы аталған белгілердің қай-қайсысы білінсе де дәрігерге көрініп тексерілген абзал. Әсіресе мұның бірнешеуі қатар мазаласа, дәрігерге көрінуді кешіктірмеу керек. Дәрігер тиісті диагноз қояды, ем тағайындайды. Жалпы бауырды шаю, емдеу, тазартудың бірнеше халықтық әдістері бар. Солардың ең эффективный мен сіздерге қазір айтып беретін боламын. Шөппен шаю әдісі. Бауырды өз бетімен тазартуда емдік шөптерді қолдануға болады. Оны қалай қолдану керек екенін дәрігер анықтап беріп, ем барысын бақылап отырса, тіпті жақсы. Өйткені олардың да ағзаға ерекшелігіне қарай әсер ететіндері болады. Сондықтан дәрігер мөлшерін қолдану кезінде анықтап берсе, қадағалап отырған дұрыс. Ал енді бауырды тазартуда сізге мынадай шөптер көмекші бола алады. Салаубас, бессмертник, орысшасы бессмертник болады. Бақбақ, жусан, жүгері шашағы, сүйелшөп, жалбыз, итмұрын, мыңжапырақ, бұлардың өт қуатына қасиеті бар. Оған қоса әрқайсысы бауырдың әр бөлігіне өзіндік әсерін тигізеді. Сондықтан оларды кезегімен немесе бәрін араласқан тұнба жасап қолдануға болады. Сонда бауыр толық әрі жан-жақты тазаланады. Бессмертник бұлардың ішіндегі ең мықтысы болып саналады. Дәрмекті былай әзірлейді. Ыдысқа әр шөптен кептірілген уақталған 2-3 ас қасықтан салып араластырады. Сосын термосқа 3-4 ас қасығын салып, үстінен жарты литр қайнаған су құяды. Бұл бір күндік мөлшері. Керек уағында сүзіп құйып алып, ішіп тұрыңыз. Ішу тәртібі мынадай болады. Ал екіншісін ұйқыға жатарда алдында ішесіз. Осы әдіспен 1 ай бойы әзірлеп ішіп тұрыңыз. Бұл шөптерді бәрін қоспай әрқайсысын жеке ішуге де болады. Бірақ кезегімен ішіңіз. Қайсысы жақсырақ әсер етіп жатқанын аңғарып, ой түйіңіз. Осы дәрмекті қолданғанда сіз әр күн сайын әжетханаға барасыз. Ішіңізден қажетсіз затпен бірге қақтың түр-түрі шығады. Ал егер ішіңіз сұйылып кетсе, онда дозаны сәл көбейте де аласыз. Егер шөп шайды ащы деп жарытпасаңыз, онда оған 1 шай қасық бал қосыңыз. Қант қосуға мүлдем болмайды. Бауырды бұлайша тазартуда жоғарыда айтылғанда 1 ай бойы жүргізесіз. Сосын үзіліс жасайсыз. Тазарту жылына 1-2 мәртеден аспағаны дұрыс. Зәйтүн майы бауыр ауыру кезінде өте жақсы жәрдемші болып табылады. Бауырда зәйтүн майын қолданып тазартуға да болады. Өйткені ол ең күшті өт қуушы өнім. Күніне 1 ас қасық зәйтүн майын ішіп тұрса, өт көп бөлінеді де майлар ыдырап, ішек жұмысы жақсарады. Өт бауырда өт қабында іркілген қақты өзіне тартып, ағзадан табиғи жолмен шығарады. Бұл майдың экстравежі деп аталатын сұрыбы пайдалырақ. Өйткені ол термиялық әрекетсіз таза сығынды күйінде алынады. Табылмаса зығыр немесе самырсын майы да жарайды. Тазартуды күн сайын таңертеңнен бастайды. Аш қарынға 1 ас қасық май ішсеңіз жетіп жатыр. Оған аздап лимон шырынын қоссаңыз да болады. Мұндай тазартуды 1-2 ай тіпті ай сайын жасауға да болады. Жағдайыңызға қарай көресіз. Пайдасы болса, зиян болмайды. Егер бауырыңыз ластанған болса, жоғарыда айтылған тәсілдерді дұрыс қолданып, оны тазартсаңыз, онда сізде мынадай өзгерістер болады. Денсаулығыңыз жақсарғанын сезінесіз, қан тазарғансын, ағзаның барлық жұмысы жақсарады. Бастың ауыру жоғалады, тыныс жолы, ас қорыту жақсарады. Ауыздың жағымсыз иісі, ащы дәм жоғалады. Терінің түсі оңалады. Көз қарашығының айналасы өзінің табиғи реңін табады. Көз астындағы қара дақтар, оның қанталанып тұруы жойылады. Тіпті ұсақ әжімдер де жоғалады. Өзіңізді жеңіл сезініп, көңіл күйіңіз көтеріледі. Bir шама жасарасыз, тіпті мінезіңіз де жұмсара бастайды. Құрметті көрермендер, каналға жазылып, лайк басып, подписка бөлімін басып қойыңыздар. Мен сіздерге дәрігер айтпайтын құпия өте маңызды ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.